мына 707 деген менің күйеуім, бірақ маған соғып тоқтамай барады. Еще соғыппен жолдан шығарып жіберді жаңа. Қай тоқтаса тоқтамай жатыр. Еще ертең бұны фамилиялар бұрын ағам, қайнағам ровд-да істеген ғой. ровд начальник болған, пенсионер, қазір гаилер тоқтатса пенсионер деп жібере салады, ағасына сүйеніп. Вот ештеңе істей алмайды. Біздің Аралда жалпы заң қарастырылған ба? Мен мысалы бір рет машинамды қиратып тастап, полный ештеңе істеп берген жоқ. Медициналық шақыртпен жаққа жолдаға шығып, мен істетіп алдым машинамды, өзім істеп алдым. Енді осыған да жолдан шығарып жіберіп, мені балалаттап істеп келеді, бірақ ай тоқтатқанда тоқтамай келеді. Сонда бұл без страховка айдап жүрді, тонировкамен жүреді, заң бар ма? Біздің Қазақстанда жалпы заң қарастырылмаған ба? Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.